Бүгін сіздермен 253 форманы тапсырамыз. Азамат салық арқылы. Бұл входная декларация, өмірде бір рет тапсырасыз. За декларация дейсіз, на приложение кіресіз, подать декларацию таңдайсыз. Ішінен 253 форманы таңдайсыз. Категориясы бойынша Б категория кіресіз, себебі ИП, ТО барлық осы категория кіреді. Жыл бойынша 2023 жылға тапсырасыз. Первоначально алғаш рет тапсырасыз және последний раз тапсырасыз бұны. Қазақстан Республикасы азаматы болғаннан резидент таңдайсыз. За себя болса өзіңіздің неңіз шығып тұрады бірден. Код органы, бұл жерде прописка бойынша тіркелген органын таңдайсыз. Галочка қойып жалғастырасыз ары қарай. Бұл жерде шет елдерде тіркелген мүліктеріңіз, көліктеріңіз, табысыңызды көрсетесіз. Бұл жерде бәрін оқып шығасыз, графалардың бәрін. Егер қажетті дүниелеріңіз болса, толтырасыз. Бәрін толтырып болғаннан кейін SMS-пен немесе ECP ключпен толтырасыз. Назарларыңызға рахмет.